Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен осы айда бірнеше рет жасаған пигодиді жасаймыз. Оның құрамы мінекей, қарап алыңыздар. Ал кеттік, енді күштетіп қамырымызды илеуге кірісеміз бірінші. Ең бірінші апары дайындаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм суға 1 шайымыз, 1 ас қасық секерімізді, 3 ас қасық ұнымызды, сосын 7 грамм дрожжи қосып, жақсылап араластырып, пищевая пленкамен ауа өткізбейтіндей етіп, бетін жауып қоямыз. Міндетті түрде жылы жерге қойыңыздар. Сонда ол 15 минуттан кейін күшті болып көтеріледі. Ол 15 минуттан кейін қамырымызды илейміз. Қолмен илеуге болады, немесе мен сияқты термомикспен де болады. Ұнымызға разрыхлительді саламыз, сосын 1 шай қасық тұзымызды саламыз да, осылай бағанағы 15 минут тұрған апарымызды қосып, күштетіп қамыр илейміз. Қолмен илесеңіздер білесіздер, ұнды біртіндеп отырып қосып илейміз. Қамырым иленгенше мен осылай жұмыс жасайтын столымның үстін дайындайын деп, барлығын жинап тастадым. Ал енді дайын болған қамырға осындай шұңғыл ыдысқа салып қоямыз. Ол үшін қолыма май жағып, чашаның ішінен қамырымды шығарып алдым. Содан кейін қолмен осылай жақсылап, мама айтатын еді, иін қандырып иле деп. Осылай иін қандырып иледім да, түбіне май жақтым да, осылай салып қойдым. Бұл деген менде бір сағаттай тұрды ровны, кешкі 6-дан 7-ге дейін. Оны да мен жылы газдың қасына қойып қойдым, өйткені ол жақсы көтеріледі. Қараңыздар, капуста мен жуаны осылай турап аламыз. Капустаны осылай тұз сеуіп, қатты қысып, бір жерге қойып қойыңыздар, бір 10 минутқа, ол сонда суы шығады. Жуамызды ең бірінші қуырамыз 2-3 минут. Содан кейін капустамызды саламыз. Капустаны тек қана 5 минуттай қуырып алыңыздар. Біз қазір пигодидің ішіне салатын салмасын дайындап жатырмыз. Егер де сіздерге видеода бір нәрсе түсініксіз болса, сіздер міндетті түрде комментарийға жазып сұрасаңыздар болады. Мен жауап беруге тырысамын барлығыңызға. Осылай сағат қарап қоямын анда-санда, 5-10 минуттай капустамды қуырып алдым. Одан кейін үстіне фаршын салып, жақсылап араластырдым. Осылай аз уақыттан кейін әртүрлі дәмдеуіштерді саламыз. Тұзы бар, бұрышы бар, паприкасы бар, кориандры бар. Тұзды абай болыңыздар салғанда, өйткені біздің капустамыз уже тұздалған. Басында біз оны тұздап, қолмен сығып қойып қойған болатынбыз, естеріңізде болса. Газдың үстінен алып тастаймыз салманы, ол деген суу керек. Ол суым дегенше біз қамырымызды пісіруге дайындаймыз. Ол үшін көтерілген қамырды 2-ге бөлеміз. Осылай сопақ етіп домалақтап аламыз. Бізге қазір кесуге, жұмыс жасағанға өте ыңғайлы болады. Кейбір адамдар көзбен де өлшей береді. Мен деген осылай кішкентай весы алып алдым да, 1 шарикті 60 грамм. Осы дайын болған қамырларымды 10 минут көтерілуге қойып қоямын. Бетін ашық қалдырмаңыздар, өйткені кеуіп кетуі мүмкін. Қамырым көтерілем дегенше 10 минуттың ішінде мен деген суды қайнатуым керек. Газға суымызды қойып қоямыз. Пигоди салатын ыдысымызды осылап жақсылап майлап аламыз да, бір шеттен бастап осылай оқтаумен жайып, ішіне 1 ас қасық немесе 1,5 ас қасық фаршымызды салып, күштетіп түйрейміз. Түйрейміз ба қалай? Жабыстырамыз, в общем, пигодиді. Мен деген пигодиді күшті жабыстырмаймын, қолымнан келгенше жабыстырған түрім міне осындай. Қараңыздаршы, мен қолымның икемі особо келмейді екен. Қисық-қисық шықты, бірақ ештен етпейді. Араларын осы пигодиді мантываркаға салғанда араларын қатты жақындатпаңыздар, өйткені ол пісетін кезде ол деген кішкене седі екен. Сонда бір-біріне жабысып қалады. Ал сіздер араларын алыс қойсаңыздар, жабыспай жақсы піседі. Осылай барлық шариктеріңізден пигоди жасап шығыңыздар. Өте күшті шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер осылай. Осы уақытта менің суым қайнап қалды, енді пісіруге қоямыз. Мен деген пигодилерімді жасап болдым.
суым қайнады. Енді соны қазір 40 минуттай пісіреміз. Қараңыздар қалай шықты. Жақындатып көрсетейін сіздерге. Ішіне 3 домалақ шықты. 40 минуттан кейін мен пигодиларым күшті, сүйкімді болады деп ойлағам. Бірақ та ол особо сүйкімді емес екен. Бірақ соның өзінде дәмі өте күшті.